Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Әдебиеттік оқу пәнінен сабағымыздың тақырыбы Жәнібек Карбозиннің «Ақ жаңбыр» мысалын бастаймыз. Сабақтың оқу мақсаты шығарманың тақырыбын анықтау және негізгі ойды білдіріп тұрған мәтін бөлігін сөйлемді анықтау. Сабағымызға кіріспес бұрын өтілген сабағымызды еске түсіріп, мына сұрақтарға жауап беріп көрейік. Бірінші сұрақ: жаңбыр қалай пайда болады? Екінші сұрақ: найзағай деген не? Үшінші сұрақ: жаңбырдың қандай түрлері бар? Кәне сұрақтардың жауабын тауып көрейік. Жарайсыңдар балалар. Мына бейне жазбаны көріп, тағы да бір еске түсірейік. Бәріміз үшін көктемгі жаңбырдың әсері ерекше. Қолымызға қолшатырымызды алып, романтикалық күйге бөленіп, көңіл күйімізде жайлана түседі. Ал сіз осы жаңбырдың қалай пайда болатынын білесіз бе? Жаңбыр тропосфера қабатында алдымен мұз қалпында болады. Кейін жер бетіне жақындаған сайын еріп ұсақ тамшыларға айналады. Ал будақ жаңбырлы күндері аспанда найзағай жиі жарқылдайды. Ол бұлт пен жер арасында болатын ұзындығы бірнеше шақырымға жететін электрлік ұшқындар әзірет. Найзағай табиғи құбылыс. Оның жарқылы үлкен разрядты тоқпен тең. Температурасы 300 000 градусқа дейін жетеді. Бұл дегеніміз күн аймағындағы температурадан 6 есе жоғары. Найзағай адамға түссе, оның соңы өлімге алып келуі мүмкін. Жыл сайын әлемде найзағайдың кесірінен 3000 адам қайтыс болады екен. Естеріңізде болсын. Жасын бей ғимараттарға және жылтыр заттарға түседі. Ең дұрысы, жаңбырлы күндері күн күркіресе, сыртқа шықпағаныңыз дұрыс. Бір қызығы, жаңбырдың да бірнеше түрі бар. Ендеше атап өтсек: ақ жаңбыр бір қалыпта толассыз ұзақ жауады. Боз жаңбыр жаңбырдың баяу жауатын түрі. Қара жаңбыр тек күзде ғана жауатын қалың жаңбыр. Ал бұршақ жаңбыр күннің суығынан су тамшыларының кішігірім бұршаққа айналып жауы. Қарлы жаңбыр ерте көктемдегі қар аралас жауын. Будақ жаңбыр жаңбырдың төгіп жауы. Өткінші жаңбыр аспан бұлттанып тез жауып өтетін жаңбыр. Соқыр жауын күн көзі шығып тұрғанда жауатын ұсақ тамшылар. Сылбыр жаңбыр желсіз күні жауатын жаңбыр. Мінеки, балалар, жаңағы 3 сұрақтың жауабын бейне жазбадан көрдіңдер. Жаңбырдың бірнеше түрі бар екен. Ендеше бейне жазбадан көргендей, ақ жаңбыр мен өткінші жаңбыр туралы Жәнібек Карбозиннің «Ақ жаңбыр» мысалы біздің жаңа сабағымыз болмақ. Сендер ақ жаңбыр туралы мысалыны тыңдап, өздерің түсініп оқуларыңда керек. 86-шы сабақ. Жәнібек Карбозин. Ақ жаңбыр. Ақ жаңбыр бір тамбайды. Бір басталса, тәулік бойы тынбайды. Үнсіз тұрып, төге береді. Мұны көрген өткінші жаңбыр ақ жаңбырға жалқау жаңбыр деп ат тақты. Бұл не? Деді ол. Болбырап, ыбылжисың да тұрасың. Ішің деп піспайды екен. Жаусаң, астан кестеңін шығару керек қой. Міне былай. Деді де сатырлатып құя жөнелді. Көшедегі арықтарға су толып, ылайланып аға бастады. Жүргіншілер ықты паналап жүгірісті. Әлгінде ғана бір қалыпты тып-тыныш тіршіліктің астан кестеңі шыққандай болды. Оған қарап жатқан өткінші жаңбыр жоқ. Өз-өзіне мәз болып, әне солай дегендей болып, қырқадан асып та кетті. Іле шала бұлт ыдырап, жарқырап күнде шықты. Жаңбыр суы сай-саламен ағып кетті. Самал есіп, өсімдіктерді тербетті. Шөп біткен бастарын шайқап. Шөліміз қанбай қалдау. Өткіншінің мұнысы несі? Ұшып қонып келді де кетті, деп ренжісті. Сонда бір кәрі қурай тұрып: қиналып қайтесіңдер. Одан да ақ жаңбырға жайларыңды айтыңдар, деді. Әй, бұл да дұрыс екен ау деп, шалғындар ақ жаңбырға бұйымтайларын айтты. Ол тыңдап болып:
Мақұл деді. Сол-ақ екен, ақ жаңбыр аспай-саспай тәулік бойына жауып еді. Жер үсті еркін сусындап, көк жайқалып, құлпырып сала берді. Тыңдап болсақ балалар, жаңбырдың пайдасы туралы мына бейне жазбадан да көруге болады. Зерттеулердің нәтижесі бойынша жер бетінен секундына 16 миллион тонна су буланып ауаға көтеріледі. Бұл мөлшер жылына 505 триллионды құрайды. Ол бір жылда жер бетіне жауған жаңбырдың мөлшер екендігі таңдандырады. Адам шығынына әкелген нөсер жауын 1986 жылы 14 сәуірде Гапаланш қаласында тіркелді. Әрбір бұршағының салмағы 1 келі болатын жауын 92 адамның өмірін қиған. Жаңбырдың емдік қасиеттері ерте заманнан бері белгілі. Адамдар оны шомылу және тамақ әзірлеу үшін қолданған. Қазіргі заманда ғалымдар әйелдерге беттерін жұмсақ, жаңбыр суымен жууға кеңес беруде. Өйткені ол терінің ылғалдылығын сақтайды. Сондықтан жаңбырлы күні бір сәт қолшатырсыз жүрудің өзі керемет емес пе? Дартс ойыны жаңбырмен тікелей байланысты десем сенбессіз. Қашықтықты көздейтін садақ атушылар жарыс кезінде жаңбыр астында қалады. Олар жүгіріп ғимараттың ішіне кірген сәттен жебелерімен қабырғаны нысанаға алып ата бастайды. Осыдан кейін дартс ойыны пайда болған. Шөл астында құрғақ күйде жаңбыр астында қалуға болады. Шын мәнінде шөлді жерде жаңбыр жауады. Бірақ мұны байқау мүмкін емес. Себебі ыстық ауаның әсерінен жаңбыр тамшылары жерге жетпей құрғап кетеді. Гидромет орталығының жаңбырға қатысты барлық сөзі нақты мағынаға ие. Мысалы, өткінші жаңбыр жауады делінсе, жаңбыр жауының ұзақтығы 3 сағатқа дейін созылуы мүмкін. Жаңбыр күтілуде десе, тіркес жаңбырдың ұзақтығы жарты тәуліктен кем болмайтынын білдіреді. Шамамен әлемдегі миллионнан бір адам жаңбырға деген аллергиядан зардап шегеді. Мұндай адамның денесіне тиген кез келген тамшыдан қызару пайда болады. Жаңбыр астында қалса өліп кетуі мүмкін. Жаңбыр ауаны тазартады, сондай-ақ ауадағы зиянды бөлшектерді жойып жібереді. Сол үшін де жаңбырдан кейінгі ес сізге жағымды. Жыл сайын жер бетіне 519 мың куб километр жаңбыр жауады. Әрбір куб километр 1 миллиард тонна суды құрайды. Жаңбыр тамшыларының дыбысы адамның босаңсуына көмектесетін дыбыстық терапия. Жүрек тамыр ауруларынан зардап шегетін адамдарға аса пайдалы. Сонымен қатар жаңбырдан кейін ауа тазарып, тыныс алу жеңілдейді. Бейне жазбаны көріп болсақ балалар, оқулыққа қарайық. Кәне, осы мысалда бізге таныс емес бір сөз бар екен. Сол сөздің мағынасын ашу үшін сөздікпен жұмыс жасайық. Бізге сандықтан бұйымтай деген сөз шығып тұр. Бұйымтай сөзінің мағынасы өтініш деген сөзді білдіреді екен. Ал балалар, мәтінді тыңдап, оқып және сөздікпен жұмыс жасап болсақ, онда келесі тапсырмаға көшейік. Келесі тапсырма 3-ші тапсырма. Бұл жерде осы мәтінге сүйеніп, қимыл әрекеттерді сәйкестендіріп, дауыстап оқып берейік. Ақ жаңбыр, өткінші жаңбыр және осының іс әрекеттерін сәйкестендіріп, сызып көрсетеміз. Ақ жаңбыр мен өткінші жаңбырдың қимыл әрекеттерін сәйкестендіріп сызып болсақ, онда жауаптарыңды тексеріп көріңдерші. Бүгінгі ақ жаңбыр мысалы түсінікті болса, балалар, оқулықтағы 4-ші тапсырма бойынша сызбадағы ретпен мәтіндегі сөздерді пайдаланып, мысал әңгімені талдап айтып, кейіпкерлерін сипаттап берейік. Балалар, жаңбырдың пайдасы туралы бүгін көп мәліметтер алдық деп ойлаймын. Сендер енді жаңбырдың пайдасы туралы үйдегі үлкендерге әңгімелеп беріңдер. Балалар, бүгінгі біздің сабағымыз осымен аяқталды. Сау саламат болыңдар.